Сәлем канал көрермендері. Бүгін егов приложениясы мобильдік қосымшасы арқылы балаларымызды қалай балабақшаға тіркейміз, сол жайлы болмақ. Бірінші егов приложениясына өзіміздің атымызбен кіреміз. Кірген соң семья, яғни отбасы деген функцияны таңдаймыз. Одан соң рождение ребенка деген таңдаймыз, яғни бала туылды. Яғни баланы кезекке толған сәттен бастап, жаңағы документтің туу туралы куәлігін алғаннан бастап қоюға болады екен. Вот как поставить ребенка в очередь детского сада дейді. Соны таңдайсыздар. Мына жерде кішігірім инструкция болады, қалай және қандай сайттар арқылы тағы да беруге болатыны. Индиго және де балабақша Open Алматы KZ порталдары арқылы тоже беруге болады. Так, постановку на очередь детей дошкольного возраста дейді, заказать дегенді басасыздар. Одан соң порталға кіресіздер қайтадан ID, Face ID жаңа бетіңізді видеоға түсіреді қайтадан. Нөмір телефон арқылы кодыңыз келгеннен кейін Face ID арқылы видео проверкадан өтесіздер. Соны түсіп болғаннан кейін жаңағы функциямызды қайтадан жалғастыратын боламыз. Face ID-ді өткеннен кейін автоматты түрде бірінші қадам толтырылады. Ол жерде өтінім берушінің иіні, телефон нөмірі жазылатын болады. Екінші қадамда сәбиіміздің иіні, тегі, аты жөні, әкесінің аты, туған жылын толтыратын боламыз. Одан кейін тексеру батырмасын басып тексереміз. Тексерістен өткеннен кейін қаланы таңдаймыз. Аймақ деп тұрған жерге қай қалаға бергіңіз келеді, балаңызды сол қаланы таңдаймыз. Қарап отырсақ, тізімде Нұр-Сұлтан қаласы мүлдем жоқ, Алматы қаласы и басқа қалалар бар. Мен Ақмола облысын таңдаймын и Целиноград ауданы Қоянды ауылын таңдаймын. Одан кейінгі функция жеңілдіктің түрі, яғни көп балалы отбасы балалары, немесе әскери қызметкерлердің балалары осындай функциялары көп, жеңілдігі бар. Менде жеңілдік жоқ болғандықтан жеңілдіксіз деп таңдадым. Одан кейін ары қарай батырмасын басып үшінші қадамға өттім. Ол жерде балапаныңыз қандай тілде тәлім алады, қазақша, орысша, соны белгілеу керексіз. Мына жерде мен қазақша және орысша деп екі тілді де таңдадым.
Так, одан соң жаңағы ауылды таңдаймыз. Қоянды ауылына кезек көлемі 3248 деп тұр. 6-шы список бойынша соны таңдадым. Ал сіздерге керек таңдауды өздеріңіз жасайсыздар, қай ауылға, қай қалаға беру керек екенін. Одан соң 4-ші қадам рецепті қойып, запросыңызды жібересіз. Яғни балапаныңыз осыдан кейін тіркелді деген сөз. Ақпарат пайдалы болса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер.